Баршаңызға сәлем, менің есімім Әсем, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мен қолданатын дәмді құймақ рецептісімен бөліскім келіп отыр. Егер видеоны аса лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен 5 жұмыртқаны аламыз. Үстіне 3 ас қасық қант қосамыз. Егер сіз тәттірек болған қаласаңыз, тағы да 1-2 ас қасық қант қоссаңыз болады. Үстіне кішкентай шай қасық тұз қосып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған қоспамыздың үстіне 3 ас қасық сұйық май қосамыз. «500 грамм жылы сүт қосамыз. Мен дүкеннің 3,2% сүтін қолдандым. Бұның үстіне 2 стакан ұн қосып, 1 келкі болғанша жақсылап тұрып араластырып аламыз. Үстіне 500 мл жылы су құямыз. Осылай қою емес, қатты сұйық та болмау керек. Іртік болмау керек. Табамызды қыздырып алып, орташа отта 2 жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Табаның астындағы от қатты үлкен қосылмау керек, себебі құймағымыз тез арада күйіп кетеді. Немесе өте баяу да болмау керек, себебі құймағымыз ұзақ дайындалады да кішкене қаттырақ болып пісуі мүмкін. Дайын болған құймақты тосаппен немесе қоюлатылған сүт өнімімен дастарханға қойсаңыз өте дәмді болады. Астарыңыз дәмді болсын.